В этом году наш университет отмечает 45-летие. Қазақтарда айтады, ел жаста ел жаңарады. Осы жылы біздің университет 45 жылдығын атап өтуде. Қазақта 50 жаста ел жаңарады деген сөз бар. Мінекей, біз де 50 жылдық тарихымызға таяу келеміз. Яғни, біздің университет екі дәуірді өткерді. Біріншісі Кеңес одағы кезінде құрылған. Одан кейін бір тұтас мемлекет өзгерді. Сонымен қатар, еліміздің сана сезімі де өзгерді. Бірақ оған қарамастан университет дәстүрін сақтап келеді. Университет сохраняет все традиции, и лозунгом нашего университета является «Ценим прошлое, строим будущее». И поэтому я всегда своим коллегам говорю. Ал біздің ұранымыз өткенге тағзым етіп, болашақты қалыптастыру. Сондықтан мен әріптестеріме жиі айтатыным да сол. Яғни, университетте бірегей ғылыми мектептер мен профессура жасалғандықтан көз көргендермен көбірек тілдесу керек. Олардың күнделікті өмірінің өзі тұнып тұрған даналық. Біздің ақсақалдарға лайықты сый көрсетіңдер. Олар біздің университеттің дамуы мен қалыптасуына үлкен ықпалын тигізген жандар. Қариялардан кеңес алғымыз келеді. Себебі бұл тәуелсіз Қазақстанның болашақ құрылысшыларына ауадай қажет. Услышать какие-то наставления, возможно, нашим будущим строителям независимого Казахстана. 1974 жылдың 27 тамызынан бастап КСРО министрлер кеңесі мақұлдаған және 1974 жылдың 4 қазанынан бастап Қазақ ССР министрлер кеңесі мен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің шығарған қаулысына сәйкес сол уақыттағы Алматы энергетика институты ашылды. Бұл КСРО-дағы 3-ші энергетикалық жоғарғы оқу орны болып есептелді. Алматы энергетика институтының салтанатты ашылуы КХПТИ-дің мәжіліс залында өтті. Өкіметтің және партиялық ұйымдардың мүшелері, сондай-ақ жоғарғы оқу орындарының ректорлары және тағы да басқа көптеген тұлғалар қатысты. Осы жерде Болотов Альберт Васильевичті ректорлыққа тағайындап, министр Катаев оған Алматы энергетика институтының символикалық кілтін табыстады. Сегодня отмечаем 45-ю годовщину работы Алматинского университета энергетики и связи. Это для всех. А для меня дата другая. Для меня 50 лет. Бүгінгі таңда Алматы энергетика және байланыс университетінің 45 жылдығын атап өтудеміз. Ол барлығына ортақ. Ал мен үшін біршама басқа сан, яғни 50 жыл. Себебі университеттің іргетасы қаланғаннан бастап, оның дамуына белсенді атсалысып келемін. Мен үшін бүгін Алматы энергетика және байланыс университетіне 50 жыл толды. Көп кешікпей диссертацияны қорғағаннан кейін, маған Қазақстан Компартиясының орталық комитетінен қоңырау шалды. Ешқайда кетіп қалмауымды ескертіп, еліміздің бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев қабылдайтынын айтты. Оқиға қабылдау бөлмесіне кіргенде орын алды. Мені көмекшілері күтіп алды. Дінмұхамед Ахметұлына келу мақсатыма қысқаша түсінік беріп, кабинетке кіргізді. Дінмұхамед Ахметұлы күлімсіреп қарсы алды да, басшылықпен, кеңеспен, министрлікпен қарым-қатынасым жайлы әңгіме қозғады. Сондай-ақ нәтижесі қалай болатындығы, келешегім жайлы және осы байланыстан қандай әсер алғанымды сөз қылдық. Мен жалпы айтқанда, мақсатымыз орындалып жатқанын, сонымен қатар кәсіпорындардағы ісіміздің бағыты оңтайлы жүріп жатқанын жеткіздім. Ал қандай жоспарыңыз бар деген сауалға, Мәскеу жақтан ірі кәсіпорын ашуға және оны басқаруыма ұсыныс білдіргендігін айттым. Дінмұхамед Ахметұлы көз қырымен қарады да, маған деген басқа да жоспарлары барын жеткізді. Қазір Қазақстанда энергетика дәуірлей бастағанын, электростанциялар, электрожүйелер, қосалқы станцияларды салудамыз. Сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың тарифтелуі дамуда және барлығының қарқыны жоғары екендігін айтты. Алайда, инженерлік кадрлардың жетіспейтіні үлкен мәселе болып тұр. Ал біз сізге институт салуды және олардың дайындығын қамтамасыз етуді міндеттегіміз келеді, деді. Мен бұл ұсынысты әзіл түрде қабылдап, трамвай жүргізуді 3 ай оқытатынын, ал бұл жақта институт ашуды бұйырғаныңыз маған түсініксіз болып тұрғанын айттым. Ол орнынан тұрып, біраз жүрді де, маған қарап қолын сермеді. Сен оны жасай аласың, саспа, деді. Одан кейін тағы біраз әңгімелестік. Кабинеттен шыққан соң көмекшілері әңгіменің мән жайына үңіліп,
не турасында келіскенімді сұрады. Мен оларға, егер қажет болса, істеу керекпіз, келісемін деп жауап бердім. Онда жақсы болды, мән жайын реттеп аламыз деді. Алдағы оқиғалар былай болды. 1971 жылы мені Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің ұсынысы бойынша Ленин атындағы КазБТИ өнеркәсіптік кәсіпорнындағы электрмен жабдықтау кафедрасының меңгерушісі ретінде тағайындады. Міне осы жерде педагогикалық процесті алғаш рет көрдім. Оқытушылық жүктің салмағын арқалауды бастап кеттім. 1973 жылы мені энергетикалық факультеттің деканы ретінде де осылайша тағайындады. Осы жерден факультеттің өзі не екенін, институттың жалпы ұғымын түсіндім. Сол сәттен бастап болашақ Алматы энергетика институтының құрамында өмір сүріп жатқанымда нақтылай түстім. Осы оқиғалардың барлығы қазіргі Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің құрылуындағы маңызды сәттер болды. Имени Гумарбека Даукеева. Создание третьего вуза в Союзе. Кеңестегі энергетикалық бағыттағы үшінші жоғарғы оқу орнының құрылуы, Екібастұздағы жанармай электр кешенін дамытуды үлкен назарға алғандықтан, сондай-ақ осы кешенге мамандарды даярлау қажеттілігімен байланысты болды. Институт жоғарғы оқу жүйесіне көптеген жаңашылдық сыйлады. Жоғарғы оқу жүйесіне әртүрлі нормативтік актілерді құруға айтарлықтай үлесін қосты. 1989 жылы институт Қазақстандағы техникалық жоғарғы оқу орындарының арасындағы әлеуметтік сайыстың жеңімпазы атанды. Осы арқылы білім министрлігінің қызыл туын иеленді. Ол марапат қазір мәңгілік даңқтың қатарында сақтаулы. Институт республикада және кеңестегі азғантай ғана жоғарғы оқу орындарының арасында алғашқы болып, 1989 жылы мемлекеттік аттестацияны өтті. Бұл таңбалы көрсеткіш, нағыз жетістік болып есептеледі. Союза, который прошел в 1989 году государственную аттестацию. Это знаковое было признание достижения нашего института. С самого начала институт был вузом. Ең басынан институт энергетикалық бағыттағы мамандарды даярлайтын жоғарғы оқу орны болған. Бірақ даму кезеңінің барысында басқа да бағыттағы мамандықтар пайда болды. Олардың әуелгісі телекоммуникация саласы болатын. Сондықтан 1966 жылы институтта энергетика, телекоммуникация, ақпараттық технологиялар және тағда басқа көптеген бағыттар ашылды. Біз республикадағы мемлекеттік жоғарғы оқу орны ретінде мемлекет иелігінен алыну жолын өткерген институтпыз. Министрлік бізден мемлекеттік емес жоғарғы оқу орны ретінде өзін-өзі қаржыландырып, қамтамасыз ету арқылы өмір сүре алатынын көрсетуін сұрады. Біз өз ісімізбен оны да дәлелдедік. Осы арқылы біздің студенттер Алматы энергетика және байланыс университетінің студенті болғанын үлкен мақтанышпен айтатындай хәлге жеттік. Бұл үлкен жетістік. И своей работой мы это доказали. И это привело к тому, что наши студенты очень гордились тем, что они являются студентами АОС. Это большое достижение. Студентов в основном привлекали тем, что давали новые идеи. Біз студенттерді негізінен жаңа идея, тапсырмалар, шешімдер мен мүмкіндіктер арқылы қызықтырдық. Айта кетерлігі, біздегі барлық дерлік энергетика орындаушылары, энергетикалық станциялардағы жұмысшылар студенттерге осы дағдыларды меңгеруге және нәтижеге қол жеткізуге шын жүректен көмектесті. Тіпті осы барлық енгізулердің тең жартысын студенттердің көмегімен жасадық деп айта аламын. Внедрения были внедрены с помощью студентов. Первое и самое главное, это, конечно же, подготовка кадров. Бірінші кезекте ең маңыздысы, әрине, Қазақстанның энергетика және байланыс кадрларын дайындау. Әлі атап айтатындай энергетикалық кәсіпорындар Бұқтырмадан бастап шығыста Атырау энергетика, Маңғыстау энергетикаға дейін жоқтың қасы. Біздің мамандар қайда жұмыс істесе де, аталмыш кәсіпорындардың жетекші орындарын иеленеді. Біздің жылу энергетиктеріміздің ғылыми жобасы Қазақстанның барлық жылу нысандарында енгізілген.
Электроэнергетиктер бұл Кюгоктың жобалары. Станцияның электрлік бөліміндегі жобалары Қазақстанның барлық желілерінде бар. Сондай-ақ электр жетегін реттеу жобалары және тағы басқалар жұмыс істейді. КЮГОК, проекты по электрической части станции, по всем сетям Казахстана, проекты по регулируемым электроприводам и так далее. Съемки в лаборатории техника высокого напряжения. Эта лаборатория, она особенная. Бүгін осы зертхананы түсіреміз. Яғни жоғарғы кернеу болғандықтан, бұл зертхана өте ерекше. Кернеу импульсті генераторлары найзағайдың қуатындай қысым бере алады. Оның осындай күш қуаты бар. Яғни ол миллион вольт және осындай қондырғылар еш жерде жоқ деуге негіз бар. Қазақстан бойынша ешқандай оқу орнында орнатылмаған. Зертхана жайлы бүгінгі күні көбісі білет. Кюгоктан зерттеуге мамандар жиі келеді. Сондықтан бұл жабдықты зерттеу де белсенділік танытады. Бұл да біздің мақтанышымыз. Зертхана арқылы үлкен энергетикаға мамандар даярлау мүмкіндігіміз бар. Оқытудың нәтижесі тайға таңба басқандай көрінеді. Ұзақ жылдық тарихымызда біздің орнымызда айшықта бір орында тұрмай, тек ілгері жүріп отырғанымызды көрсетеді. Стоять на месте, то есть движение только вперед будет. История нашей кафедры начинается с 1981 года, когда была создана кафедра радиотехника и связь. Біздің кафедраның тарихы 1981 жылдан бастап алады. Ол кезде радиотехника және байланыс кафедрасы құрылған болатын. Қазақстанның халық шаруашылығына байланыс саласындағы кадрлар аса қажет болған. Оны да айта кету керек. Біздің институт байланыс саласындағы мамандарды алғашқы болып дайындай бастады. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары телекоммуникацияның қарқынды дамуы басталып, ғаламтор, мобильдік байланыс секілді жаңа технологиялар пайда болды. Еңбек нарығы ол жерде жаңа білімі мен дағдылары бар мамандарды талап етті. Наш вуз ответил на эти вызовы времени тем, что мы открывали новые лаборатории, оснащали их, несмотря на трудное время, поднимали квалификацию профессорско-преподавательского состава. Біздің институт жабдықтау, жаңа зертханаларды ашу арқылы сол кезеңнің ауыртпалығына қарамастан уақыттың барлық талаптарына жауап берді. Профессорлық оқытушылық құрамның квалификациясын көтердік. Университет әлі де қызмет көрсетуге, үлкен тәжірибесі бар мамандарды, шетелдік мамандарды тартуға аса көңіл бөледі. Біз Британия, Италия, Ресей, Латвия, Белоруссия және тағы басқа мемлекеттердің университеттерімен байланыс орнатқанбыз. Шетелдік серіктестеріміз де жетерлік. Университет қуатты зертханалық базаға ие. Бізде 11 зертхана бар. Мобильді байланыс технологияларын оқытуға арналған жабдықтар мен стендтер көп. Бұл жабдықтардың барлығы студенттерді үйретуге және ғылыми зерттеулік жұмыстарға арналған. Предназначены для обучения студентов и для проведения научно-исследовательских работ. Профессорско-преподавательский состав. Профессорлық оқытушылық құрам 5G, интернет, бигдата және жасанды интеллект секілді жаңа технологияларды зерттеумен айналысады. Жұмысқа докторанттар, магистранттар, тіпті кафедрамыздағы жоғары курс студенттері де атсалысады. Привлекаем и студентов старших курсов. Раньше в советское время было построено 2 корпуса. Бұрынырақ кеңес заманында 2 корпус салынған болатын. 90-шы жылдары 3-ші корпусты сала алмады. Цикл нөлдік, яғни фундамент қана қаланды. Білетін шығарсыз, 90-шы жылдардағы жағдайдың қандай болғандығын. Бірақ Дәукеев Ғұмарбектің арқасында оның командасы осы керемет корпусты салып бітірді. Сонымен қатар, сыйымдылығы 300-ге жуық адамды қамтитын мәжіліс залын салды. Оған дейін залда болған емес. Барлығы шараларды үлкен аудиторияда өткіздік. Спорт залы салынды. Оның іші өте керемет. Мини-футбол және баскетболға арналған. Халықаралық стандарттарға сәйкес жасалған. Міне, осы алаң. В 2008 году у нас все-таки было принято решение организовать 2008 жылы біз бір ауыздан өз журналымызды шығарамыз деп шештік.
Біріншіден ол ғалымдардың, сонымен қатар аспиранттар, магистранттар мен докторанттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижесін жариялауға қажет. Қазір журналымыз айтарлықтай танымал. Қазақстан бойынша рейтингісі жоғары болып саналады. Пользуется достаточной популярностью. У нас высокий рейтинг в Казахстане. Мы занимаем среди университетов и среди журналов технического направления. Біз университеттер арасында техникалық бағыттағы, дәл техникалық инженерлік журналдардың рейтингі бойынша 3-ші орындамыз. Бізде басқа университеттерден де келген жазбалар да жарияланады. Журнал 3 тілде қабылдайды, яғни қазақша, орысша және ағылшынша. Мақаланы жариялауда 3 тілдің кез келгенін таңдауға да болады. То есть журнал выходит или принимает публикации на 3 языках, на казахском, на русском и на английском языке. То есть можно подавать в любом из этих языков. Біз үшін қазіргі уақытта оқыту шарттарын жақсарту маңызды. Қазақ мектебін бітірген оқушыларға көмектесу керек. Мен оның мемлекеттік екенін және осындай мектептің оқушылары көп болатынын түсінемін. Мектеп пен жоғарғы оқу орнының қандай айырмашылығы бар? Мектептегі сабақтар кітаптармен беріледі. Ал университетте кітап табудың өзі қиынға соғады. Себебі сабақтар өте көп. Мысалы біздің факультетте, бір ғана факультетте 52 сабақ бар. Елестетіп көріңіз. Сондықтан жұмысты мақсатпен жасау керек. Бекерге жіберіп алуға болмайды. Бұлайша айтқанда, студентті батыр болуға міндеттемейміз. Бізге оның талапты болғаны жеткілікті. Мінекей, біз басып шығарған сөздіктен бастайық. Одан кейінгі кітаптардың партиясы түсіндірме сөздіктер. Оны энциклопедия деп атадық. Ол жерде энергетикада қолданылатын ортақ терминдерді жинадық. Біз 8000-дай терминді бір кітапқа топтастырдық. Оған да түсінік бердік және біздің басты идеямыз кітап оқырманға ыңғайлы болу керек. Көбісі жазатындай автордың өзіне емес, оқырманға ыңғайлы болуы маңызды. Орыс тілдісің бе? Оған орыс әліппемен жасадық. Қазақ тілдісің бе? Қазақша әліппемен жасадық. Яғни әркім өзінің терминін жылдам табады. Осындай принциптермен жүрдік. Сондықтан барлық оқулықтар 2 тілде шықты. Мысалы қазір мына оқулықты жақынырақ көрсетейін. Мінеки аштық, мына бетінде орысша мәтін, жанында синхрондалған қазақша нұсқасы. Нені түсінбедің? Қарап аласың. Осылайша университетте қазақ мектебін бітірген оқушылардың жағдайларын барынша жеңілдеттік. Ал олардың саны жылдан жылға артып келеді. Оқытушыларға не тілер едім? Әрине, олардың бізде қалыптасқан дәстүрді сақтап жүруін, аға буыннан үйренуін, алдағы уақыттағы дамуына үлес қосып, университетті жаңа деңгейге шығаруын тілеймін. Университет в 1997 году получил статус некоммерческого акционерного общества. Это был единственный специализированный вуз. Университет 1997 жылы коммерциялық акционерлік қоғам емес деген статусты алды. Бұл өздігімен дара мамандандырылған мемлекеттік емес жоғары оқу орны. Ректор ретінде Ғұмарбек Даукеев тағайындалды. Ол университетті 17 жыл қатарынан басқарды. Сөзсіз, оның университет дамуына қосқан үлесі керемет деп айта аламын. Себебі бұл қайта құру кезеңінде үлкен қиындыққа тап болды. Материалдық қолдау болмауына қарамастан студенттерді жинай білді. Демографиялық құлдырау болса да университетті сақтап қалды. Жай ғана сақтап қалған жоқ. Білім беру саласында үлкен абыройға ие болды. Ол кезде нарықтық қарым-қатынас басталып кетті. Причем не просто сохранить, а завоевать огромный авторитет на нише образовательных услуг, тогда уже рыночные отношения начались. И когда этот вуз был конкурентоспособным. Ал институт бәсекеге қабілетті бола бастағанда барлығының назарында жүрді. Бұл университет өзін әрқашанда жемқорлықтан таза, әрі еркін екендігін дәлелдеген, және оны барлығы да біледі. Меніңше бұл Ғұмарбек Даукеевтің еңбегінің жемісі. Сондықтан 2019 жылы акционерлердің ортақ жиналысында Алматы энергетика және байланыс университетіне Ғұмарбек Даукеевтің атын беру шешімі қабылданды. Энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Но базовые основы нашего университета – это, конечно же, академическая честность. Біздің университеттің базалық негізі ол әрине академиялық әділдігі. Экономика секторының шынайылығына сәйкес дайындаудың жоғары сапасы, жоғары білім және ғылыми жобаларға белсенді атсалысуы.
Ну, на самом деле мы для студентов создали несколько площадок. Негізінен біз студенттерге бірнеше алаң жасадық. Біріншісі бізде Intel жастар орталығы бар. Ол жерде де қызығушылық бойынша жиналады. Екіншіден бизнес-инкубатор бар. Және бұл алаңдардың барлығын біз студенттерге тегін ұсынамыз. И мы предоставляем эти площадки для них, естественно, на бесплатной основе. Вообще говоря, наши студенты очень активные, очень веселые, очень жизнерадостные. Негізінен біздің студенттер өте белсенді. Жайдары және ақкөңіл және солай болуы да тиіс. 30 клубов. Это и танцевальные клубы, это и самодеятельности клубы. Университетте 30 клуб жұмыс істейді. Бұл биге арналған ұсталық, қайырымдылық, шахмат клубы, ағылшын, көңілді тапқырлар клубы және қазақша да, орысша да клубтар бар. КВН у нас есть и казахская, и русская лига КВН. В прошлом году мы создали Домбровый. Өткен жылы домбыра ансамблін құрдық. Жыл сайын дәстүр бойынша студенттік көктем өткізіледі. Алматы энергетика және байланыс университетінің ханшайымы мен ханзадасын анықтайтын сайыстар да бар. Одан бөлек ән салудан қалалық сайыс жүреді. Тауға шығады, еріктілер қозғалысы бар. Сол себепте студенттік өмір жалындап тұр деп айта аламын. Волонтерское движение. Поэтому студенческая жизнь здесь бурлит. На сегодняшний день мы на самом деле ставим задачу другую, чтобы наши выпускники не просто были трудоустроены, а чтобы Бүгінгі таңда біз шынымен басқа талап қоюдамыз. Ол біздің түлектерді еңбекпен қамтамасыздандыру ғана емес, өздері бітірген соң жұмыс орындарын құрай білу керек. Студенттерімізді осыған бағыттаймыз. Сондықтан біздің оқыту жоспарымызда кәсіпкерлік, көшбасшылық секілді тәртіп енгізілген. где мы даем какие-то основы ведения бизнеса, основы ведения даже финансовой отчетности, налоговой отчетности. Бұл тарапта бизнес жүргізудің негіздерінде көрсетеміз. Тіпті қаржылық және салықтық есепті жүргізу сынды бүгінгі күні маңызды процестердің негізін үйретеміз. Олар тіпті кішігірім жеке кәсіпкер немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ретінде ашылғанда қажет болатын нәрселерді түсіндіреміз. В жесткой конкурентной борьбе, я считаю, что занимает лидирующие позиции. Долгосрочная стратегия, в которой мы приняли ориентир как... Яғни университет бүгінгі таңда Қазақстанның білім беру нарығындағы үлкен бәсекелестікке және ол сөзсіз көшбасшылардың қатарында келеді деген ойдамын. Ұзақ мерзімді стратегиямен біз қабылдаған бағытта зерттеулік университет ретінде қалыптасуды мақсат еттік. Сондықтан қазір барлық оқытушылар ғылыми зерттеулермен айналысуға күш салуда. Сонымен қатар оқытушылардың білімі артады, ел экономикасының даму процесіне араласады және олар оқытушылық қызметінен бөлек қосымша табыс табуға жігерленеді. Осының арқасында Орталық Азиядағы жетекші техникалық жоғарғы оқу орны боламыз. Меніңше, бүгінгі таңда біз оның 50%-ына қол жеткіздік. Центральной Азии. И я думаю, что на сегодняшний день мы, в принципе, этого уже, можно сказать, на 50% достигли.